Систематиканың атасы жыл сайын ұбт-да кездеседі, бұл Карл Линней. ұбт-да мынандай сұрақтар кездесетін бұрын заманауи жүйелеудің негізін қалаған ғалым Карл Линнейді белгілейсіздер. Систематиканың атасы. Карл Линней, қараңыздар, 1735 жылы табиғат шежіресі деген еңбегінде осы жүйелеу туралы айтып кеткен. Бір қызық бар, 1735 жылы ғана банағы тірі ағзаларды жүйелеп тастаған, әдемілеп. Одан бұрын олар дұрыс жүйеленбеген. Бірақ одан бұрын ешкім бөліп көрмеген ба десеңіздер, олай емес, барлығы бөліп көрген. Кейбір адамдар, мысалы Аристотельдің заманында деп айтсақ та болады, кейбір адамдар, мысалы тышқандар бар ғой, тышқандар қайдан пайда болады десе, тышқандар кім екенін білмеген. Біз қазір білеміз, тышқандар сүтқоректі. Ол заманда білмеген бұны, және ойлаған, тышқандар бидайдан пайда болады деп. Себебі амбарға бидайды барлығы төгіп салады. Ол жерде бидай бітсе, астынан толып тышқандар шығатын болған. Сөйтіп адамдар тышқандарды бидайдан пайда болады деп ойлаған. Шыбындарды еттен пайда болады деп ойлаған. Яғни, мына жүйелеуді білмегендіктен, кім қайсынан қандай ұрпақ туатынын білмегендіктен адамдар дұрыс жүйелей алмаған. Тек қана 1735 жылы осы Карл Линней жүйелеуді осылай бөліп тастаған 5 патшалыққа. Және де Карл Линней түр ұғымын енгізді. Қазір алдағы уақытта өтеміз. Түр не екен? Түрді барлығымыз білетін шығармыз, бірақ толығырақ өтеміз. Сосын түрді атау үшін қос әріп латын атаулары, яғни бинарлы номенклатураны енгізген. Бинарлы номенклатура көбінесе латын әріптермен жүреді. Мысалы, Homo sapiens барлығымыз білетін, Homo sapiens, яғни біз адамдар, ақылды адам, Homo sapiens, латын әріппен Homo sapiens, Homo адам, sapiens ақылды, человек разумный, яғни ақылды адам. Бұл бинарлы номенклатура. Биология ғылымына баратын болсаңыздар, мысалы ғылым бөлігін таңдайтын болсаңыздар, көбінесе о жерде бүкіл әлемдегі тірі ағзаларды осылай бинарлы номенклатурамен атап кеткен. Біз білетін, мысалы, бұл емен ағашы, бұл тиін, бұл қой, бұл сиыр деп ешкім айтпайды. О жерде ғылымда бинарлы номенклатурамен атап кеткен. Бұл қалай десеңіздер, қараңыздар. Линней өсімдіктер мен жануарларды негізгі категорияларға, жүйелі категорияларға бөліп тастаған. Өсімдіктерде банағы айтқанымызда қараңыздар, патшалық бар. Патшалықтар бөлімге бөлінеді, бөлімдер классқа бөлінеді, класстар қатарға бөлінеді, қатарлар тұқымдасқа, тұқымдас туысқа, туыстар түрге. Яғни ең соңында түрге бөлінеді. Мысалға алатын болсақ, өсімдіктер патшалығы, оның ішінде ашық тұқымдылар бөлімі, оның ішінде бүрлі өсімдіктер классы, оның ішінде қылқан жапырақтылар қатары, олардың ішінде қылқан жапырақтылар тұқымдасы, оның ішінде қарағайлар туысы, ол қарағайлардың ішінде кәдімгі қарағай. Бұл түр. Түсіндіре алдым ғой? Яғни бұл, қараңыздар, қалай түсінсеңіздер болады? Мысалы, Қазақстан мемлекеті, Астана қаласы дейік, 73-ші мектеп, 7-ші сынып, 7-ші А сыныбы, мысалы, Аслан деген жігіт. Яғни бір түрді сөйтіп үлкен қылып системаға бөліп тастаған. Мысал ретінде банағы мектепке қарасаңыздар болады. Немесе бізде қазақтарда бар, ру деп айтамыз, мына тұқымдас, туыс деген бұл руларға жатады. Жануарларда да дәл солай, бірақ айырмашылық бар, қараңыздар. Патшалық, өсімдіктерде патшалық, бірақ жануарларда тип, өсімдіктерде бөлім. Бұл бірінші айырмашылық. Бұны жаттап алыңыздар, ұбт-да кездеседі. Класс екеуінде де өсімдіктерде қатар, ал жануарларда отряд. Көрдіңіздер ма? Бұл да айырмашылық. Содан кейін барлығы бірдей. Тұқымдас, туыс, түр. Яғни жануарлар мен өсімдіктер тип және отрядтан, ал өсімдіктерде бөлім және қатар болып бөлінеді. Жануарларда дәл солай. Жануарлар патшалығы, желілер типі, сүтқоректілер классы, жұп-тұяқтылар отряды, қуыс мүйізділер тұқымдасы, таулық жабайы қойлар туысы, соның ішіндегі арқар түрі. Бұл систематиканың жүйелеу категориясы.